ескертемін. Видео түсірілім жүргізіп жатырмын. Сіздер жұмыста болған себептен. Аты жөніңізді айтсаңыз. Тоқтаңыз. Тоқтаңыз деймін. Бергеңіз. Вы не имеете права снимать. Мен сізді денсаулық сақтау министрі Цойға шағымданамын. Бергеңіз. Аты жөніңізді айтыңыз да. Неге менің баламды қабылдамайсыз? Гиппократқа ант бердіңіз ба? Вы не можете снимать меня. Не снимайте. Қолыңызды алыңыз. Бергеңіз. Бергеңіз деймін, қайда қашып барасыз? Жүріңіз, жүріңіз. Неге менің баламды қабылдамайсыз? А? Жауап берсеңізші. Записьмен келсе қабылдаймын. Записпен жазылған. Сізге айтып тұр ғой. Көп балалы ана ертең келе алмайды деп айтып тұр ғой сізге. Неге бюрократиямен айланысып жүрсіз? Аты жөніңізді айтсаңызшы, еркекше. Кім боласыз? Хирургсыз ба? Айтыңыз. Сәлеметсіздер. Бастықтарыңыз қайда? Бастықта бюрократия, видите, көрдіңіз ба? Көке, атыңыз кім болады? Атыңыз кім? Ең баламды бүгін қабылдаңыз. Не болмаса жұмыстан кетесіз. Мен сізге айтып тұрмын, ескертіп тұрмын мен сіз. Қазақша сөйлеңіз, мемлекеттік тілде сөйлеңіз маған. Мемлекеттік тілде. Менің балам не себепті қабылдамайсыз? 1 жасар бар ана баланы хирург ретінде сіз қабылдауыңыз керексіз. Что ты снимаешь меня? Ты не имеешь права меня снимать. Мен жұмыстасыз ба? Мен құқығым бар. Конституция бойынша құқығым бар. Жұмыстасыз ба? Қолыңыз тартыңыз. Қолыңыз тартыңыз. Қолыңыз тартыңыз. Бастық қайда, бастық? Не себепті қабылдамай жатыр бұл балам, а? Мен 1 жасар баламды, мен көп балалы ата-анамыз біз. Неге мен 1 жасар баламды приемға қабылдамайды? Не деген сұмдық бұл, а? Жоқ, министрға хат жазу керек па? Президентке хат жазу керек па? Айтыңыз. Мен Қазақстан Республикасының азаматымын, Ақши ауылының тұрғынымын. Не себепті дискриминация жасап, менің балаларымды қабылдамайды? Не деген сұмдық бұл? Мен ешқайда бармаймын, ана кісі қабылдасын. Не болмаса басқаша сөйлесеміз. Тоқтаңыз, тоқтаңыз. Тоқтаңыз. Не себепті менің 1 жасар баламды сіз қабылдамай жатсыз? Түсіндіріңіз камераға. Қолыңды тарт деймін. Қолыңды тарт. Тарт қолыңды деймін. Қолыңды тарт. Қолыңды тарт. Не себепті менің балам қабылдамайды? Тарт қолыңды. Мен айтамын ғой бәрі сізге. Айт маған қазір. Тоқта деймін. Не себепті менің балам қабылдамайсың? Құқығың бар ма сен қабылдамайтын? Как успокойтесь? Убери, а? Мемлекеттік тілде сөйле маған. Мен Қазақстан Республикасында тұрамын. Түсіндің ба? Мен Қазақстан Республикасында тұрамын. Маған мемлекеттік тілде сөйле. Қолыңды тарт. Менің балам қазір қабылдайтын болды. Мен саған айтып тұрмын ғой. Мен саған айтып тұрмын ғой. Айтыңыздар, басы шақырыңызшы мұнда. Меңгерушіні шақырыңыздар мұнда. Не болмаса басқаша болады. Хорошо, убери, убери. Қабылда деймін, қолым тарт деймін. Маған тиісілмесе. Я приму. Принимай давай, принимай. Не снимай. Давай қабылда, менің баламды ал, қабылда. Кімсің сен бүйтіп басынатын мен, а? Не снимай тогда. Менің балам қабылдамайтын кімсің сен? Врачсың ғой? Қабылдауың керексің ғой заң бойынша. Гиппократқа ант бердің ба? Қой, қабылдайын. Қойсайшы. Давай қабылда. Сіздерді ескертемін. Қолыңызды алыңыз, видео түсірілім жүргізіп жатырмын. Мына азамат аты жөнін айтпады. Менің баламды қабылдаудан бас тартып жатыр. Не себепті? Мен Қазақстан Республикасының азаматы ретінде заң бұзушылықтарды түсіруге хақым бар. Біз 1 жастық медасына жүретіп жатырмыз. Мен 3 баламды алып келдім. Енді мынаны хирургісі ғана ертеңге жазып тұр. Аға қабылдайсаңызшы, бүгін сен жоқ, мен қабылдаймын ертеңге. Мен айтып 4 баланың анасын мен келе. Куда хочешь, туда жалуйся дейді маған. Жағдайды түсіндіріп тұрмыз ғой. Біз 40 километр жерден келіп тұрмыз. Бүгін қабылдайсаңыз дейді. Біріншіден, мен сізге видео түсіруге рұқсат берген жоқпын. Мен сізге сұрамаймын рұқсат. Сіз жұмыстасыз ба? Мен сізді үйіңізде түсіріп жатқан жоқпын. Қазақстан Республикасының заңы бойынша, тұтынушылар туралы заңы бойынша. Мен сізге түсіндіріп жатырмын. Мен түсіндім, тынышталыңыз. Аты жөніңізді айтсаңыз. Мені жазылып тұр бәрі. Әліпбаева Жансая, қатты сақамаңыз, Бердібай қызы. Сіз меңгерушісіз ба?